Өткен жылы мемлекеттік сатып алу жұмысында 111 нысанда жалпы сомасы 38.828 миллион теңгені құрайтын бұзушылықтар анықталған. Яғни қаржы дұрыс игерілмеген миллиондарды көкке ұшырмақ болған. Жамбыл облысы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаментінің іс-шаралар нәтижесінде тәртіпсіздіктер анықталған. Әйтеуір дегенде ол бюджетке қайтарылып 78,4% қалпына келтірілген. Нақтырақ мақсатсыз жұмсала жаздаған 3.173 миллион теңге тиісті орынға қайтарылыпты. Алмақтың да салмағы бар деген осы болар. 2022 жылы мемлекеттік сатып алу бойынша есепті кезеңде заңды және жеке тұлғалардан 1580 шағым түскен. Оның ішінде 321 өтініш қанағаттандырылды. Яғни айыптауға негіз бар. Мысалы, ауылдың азаматтары ауылда болып жатқан заңсыздық, мердігер тарапынан заңсыздық жұмыстар жүргізіп жатса, атқарылып жатқан осы мемлекеттің алдында алған мемлекет сату бойынша алған обязательство дейміз, соны дұрыс орындамай жатса, жеке тұлғалардан да сондай арыздар түседі. Олардың да құқығы, өйткені ертең түбінде сол азаматтарға берілетін объект ол. Жаңа су болсын, жол болсын, свет демей. Айта кетейік, департамент өз өкілеттіліктері шеңберінде республикамыздың бухгалтерлік, қаржылық есеп және мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзу бойынша әкімшілік материалдарды қарайды. Әрі кері байланысты жұмыс істеу арқылы игерілмеген, негізсіз жұмсалған яки жұмсалмақ болған соманы қайта қоржынға салады. Бұл ретте басшы айтқандай, тұтынушы болып табылатын тұрғындар да өз арызын айта алады, бірақ негізсіз айыпқа жол жоқ. Гүлнар Тайжан, Аңсар Тілепберген, Нұрбол Қыстаубек, Аймақ.